Сен танымалсың, бірақ бір сәтте қоғам саған бойкот жариялауы мүмкін. Бұл cancel culture деп аталады. Егер сөзіңіз, әрекетіңіз, көзқарасыңыз қоғамның сынына ұшыраса, кәсіби қызметіңізден айырылып, жылдар бойы жинаған абыройыңызға нұқсан келуі мүмкін. Cancel culture термині алғаш рет 2014 жылы Twitterде пайдалана бастады, ал 2018 жылдан бастап трендке айналды. Әлемде cancel деген адамдар көп, мәселен Харри Поттерді жазған жазушы Джоан Роулинг транскендерлер туралы пікір үшін сынға ұшыраған. Рэпер Канье Уэст еврейлерге қарсы сөзі мен оғаш әрекеттер үшін, ал Джонни Депп тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты айыпталды, бірақ кейіннен ақталып шықты. Актер Уилл Смит 2022 жылы Оскар сахнасында Крис Рокқа шапалақ берген үшін қоғамның талқысына түскен. Қазақстанда cancel culture термині пайдаланылмаса да, әлеуметтік желіде басы дауға қалатын жағдайлар аз емес. Мәселен, тіл, мемлекеттік символдарды қорлағанда, үлкенді сыйламағанда, ұлттық құндылықтарға қайшы әрекет жасағандарға, маңызды жиналыстарда құттықтау айтқандарға, ерекше жандарды, әсіресе аутизм белгісі бар балалардың ата-анасымен ұрысқандарға, өнер адамдары масаң күйде әуежайда ұрыс шығарып, жол үстінде есірткі пайдаланған күйі ұсталғанда сынға ұшырап жатады. Бірақ толығымен өнерден кеткен, креслосын босатқан жағдайлар жиі кездесе бермейді. Кэнселдаудың отаны Оңтүстік Корея десек әбден болады. Мұнда танымал адамдардың атағы мен мансабы бір күнде күйрейді. Себебі Корей қоғамы жұлдыздардан мінсіз мінез құлық күтеді. Ал сіздің кэнселдауға көзқарасыңыз қалай?